Құрметті ұстаздар, қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша мәтінмен жұмыс жасаудың ең тиімді әдістерін ұсынамын. Мысалы, пирамидаға негізделген тарих әдісі, ақыл картасы әдісі, менің қиялым әдісі, жарнама әдісі, кейіпкерлердің ойын тап әдісі және метафора әдісі оқушылардың жұппен, топпен және жеке жұмыс жасауына өте қолайлы әдістер болып табылады. Бұл әдістер оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытады, әрі тіл байлықтарын арттыра отырып, сабақты тез, жылдам түсінуге себеп болады. Осы әдістердің ішіндегі метафора әдісіне келсек, мәтіннен табиғат құбылыстарына байланысты негізгі сөздерді тауып аламыз да, сол сөздердің метафорасын табамыз. Мысалы, жауын, аспанның нұры, найзағай, аспандағы қылыш, боран, табиғаттың ашуы деп айтуға болады. Бұл оқушылардың тіл байлықтарын молайтуға, тақырып бойынша білімдерін тексеруге болады.